Сәлеметсіздер ма, қалдарыңыз қалай? Оразаларыңыз қабыл болсын. Оразаның 5-ші күнінің ауызашарына 2 аяқ тауық етін қосып осылай лапша көбігін алып жасаймыз. болғаннан кейін үстіне бір штук жуамызды турап, сәбізімізді салып, жақсылап қайнатамыз. Бір күлшек қамырымызды жайып, шығалап жаямыз да, жіңішке Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, лапшаға комментария тояйыз. жазып қойыңыздар. Келесі видеоның шығуына мотивация болады. Осылай қайнап тұрған сорпамыздың үстіне картошкамызды салып, бір 5-10 минуттай тағы қайнатып аламыз. Қолдан жасалған томатымызды қоссақ болады. Ішінде барлық дәмдеуіштердің түрлері бар. Қып-қызыл болып, дәмі жақсы болып шығады. Піскен тауық еттерімізді сорпадан алып, сүйектерінен ажыратып, еттерін ғана саламыз. Осылай қайнап тұрған сорпамыз үстіне жаңа кесілген лапшаларымызды салып, бір 3 минуттай қайнатып, туралған еттерімізді салып, бір 2 минуттай қайтадан қайнатып аламыз. Уже пісіп дайын болады. Содан кейін уже ұсына берсеңіздер болады. Ас болсын, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Оразаларыңыз қабыл болсын.